25 наурыз күні Елбасы кітапханасында Астана қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму вице-министрі Альберт Раумен кездесті. Елбасы кітапханасының атқарушы директоры Бейсенбай Жұмабеков кездесу қатысушыларына құрметті мейманды таныстыра келе, аталған шараның өткен жылы басталған кітапханаға кітап сыйла акциясы аясында ұйымдастырылғанын атап өтті. Бұған дейін Альберт Рау Елбасы кітапханасында бірнеше мәрте болғанын айта келе, бұл жерге ерекше сезіммен кіресің. Себебі атақты есімен аталған мекеме ақыл, ой, тарих пен мәдениеттің ерекше орталығы деді. Құрметті қонақ тұңғыш президент кітапханасына өзі жазған кітапты сыйлады. Кездесу барысында автор событий и факты в газетных вырезках 1985-2015 годы жинағы туралы әңгімелеп берді. Аталған жинаққа Альберт Раудың 30 жылдық еңбек және қоғамдық қызметі туралы мақалалар мен жазбалар енген. Сондай-ақ бұл кітапқа баспасөз мақалалары ғана емес, нақты проблемалар мен сәтсіздіктер туралы да сыни мақалалар жазылған. Сондай-ақ бұл кітапқа баспасөз мақалалары ғана емес, нақты проблемалар мен сәтсіздіктер туралы да сыни мақалалар енген. Онда Альберт Рау өмірінің әртүрлі кезеңдері қамтылып, сындарлы және күрделі жылдар туралы баяндалған. Альберт Рау өзін бақытты адам деп санайды, себебі ол бейбітшілік, жасампаздық пен бірлігі жарасқан Қазақстанда тұрып жатырмын дейді. Өмір жолында ұстанымдары мен саяси көзқарасының қалыптасуында елбасының мол әсері болғанын мақтанышпен айтады. Оқушылардың сұрағына жауап берген мейман өзінің табыс формуласы туралы да айтты. Табыс мансапты армандау емес, көлденең карьера деген түсінік бар. Бұл сенің жұмыс істейтін жерің. Міне осы жерде өз біліктілігіңді арттыр, өз құзыреттілігіңді өсір. Лауазым одан кейін өз ақсаған келеді деді. Автормен сұхбаттасқан жастар кітаптың мазмұны мен мақсаты мансаптық өсім Экспо 2017 ұйымдастыру туралы сұрақтар қойды. Ең қызықты сауал қойған Астана қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-шы сынып оқушысы Гүлдана Мұстафинаға Альберт Рау естелік қолтаңбасы жазылған кітабын сыйлады. У меня директор департамента международный Гульдана такая умница вообще. Сейчас в Японии.